осы қысқа дайындаған кезде қатырып сақтаған жөн. Яғни мұздатқышқа қатырып сақтаған жөн. Себебі онда көптеген минералдар және де витаминдер сақталады, және де оны бір жылға дейін сол мұздатқышта сақтауға болады. Ал тұздалған өнімдерді жаңа банкаға жабады дейді ғой. Бұның барлығының негізінен кері әсері бар. Соны ескерген жөн, себебі мысалы стерилизация сияқты процесті дұрыс жүргізбесе, онда түрлі бактериялар өсіп кетуі мүмкін. Сол ең біріншіден ол ботулизм деген ауруға алып келуі мүмкін, яғни түрлі бактерия, кандида ботулотоксин деген болады. Солардың әсерінен мысалы көптеген адамдар уланып жатады. Екіншіден, онда мысалы мана айтып өткендей қатерлі рак ісік аурулары пайда болуы мүмкін, себебі біз варенье жабамыз ол кезде қантты қыздырған кезде, қант үлкен температурада қызған кезде оның жаңағы канцероген бөлетін қасиеті болады. Және де екіншіден мысалы көптеген варенье жапқан кезде адамдар дәнмен бірге жабады. Ол кері әсерін тигізуі мүмкін, себебі дәннің құрамында синил деген қышқылы болады. Ол қышқылда да канцероген болып табылады. Және де көптеген мысалы сірке суын қолданады, уксус, олда да мысалы түрлі аурулары бар адамдарға зиян. Мысалы асқазан ішек жол қызметі, немесе тұз көп болғандықтан артериал қан қысымы жоғары болуы мүмкін. Бұның барлығы кері әсерін тигізеді. Жалпы тұздың көптігі бүйрекке де зиян, бауырға да зиян. Сіз фудблогер. Фудблогер. Жалпы көбіне халықпен етене байланыстағы адамсыз. Сізге фидбек көп келеді, жазатындар көп. Кейінгі кезде осындай тұздап банканы жабу трендте емес, яғни сұранысы азайып бара жатыр дейді, келісесіз бе? Жоқ. Қайта керісінше? Керісінше емес, енді қазір жалпы бұрынғыдай енді қатты көп тұз айтпайтын, қазіргі заманда дайын өнімдер көп қой, мысалы, қазір мамалар бұрынғыда аналар көп тұздай бермейді, дайын өнімді сатып ала салады, немесе күздігіні барымыз қатырып қоямыз, кәдімгідей, қазір даже қиярды 5 минутта тұздап қоюға болады. Солай, сондай лайфхактар өте көп. Яғни уксус қосып сірке суын ұзақ уақытқа жауып тастамай-ақ қажеті жоқ. Қандай альтернативті нұсқа ұсынасыз сіз? Осы мысалы жемістердің, осындай жидектердің, мысалы бүгінгі алып келіп тұрмыз. Осы көкөністердің барлығының ішіндегі құрамындағы дәрумендері сақталып. Бұл жерде, мысалы, мен бір-екі лайфхак айта кетем болам. Мына жерде, мысалы, болгар бұрышты, егерде, мысалы, көп фаршированный перец жақсы көреді, мынаны жақсылап жуып тазалап, ішіндегін алып тастап, мінекей, қазір көрсетейін. Бірден қалай сақтаймыз, құрметті көрермендер? Дәрумені толығымен сақталып құрамында қалу үшін. Ішін барлығын жуып тазалап аламыз, әрине қазір. Және де осы қыстыгүні фаршированный перецті жақсы көреміз, жазын дәмін не алғымыз келеді. Сол кезде мен осының бәрін жақсылап жуып тазалап, біріне кейін бірін осылай кигізіп, осылай салфандарға салып қойсақ болады міне. Ештеңе болмайды? Ештеңе. Мұздатқышқа, осылай міндетті түрде жуып, тазалап, жақсылап кептіріп аламыз. Осылай мен көп орын алмас үшін, мінекей біріне сай келетін перецтерді алып, осылай мінекей морозильникке сақтап қоямын. Ешқандай несін жоғалтпайды, түк болмайды. Қыстыгүні қайтып алып, осылай оп-оңай алынады олар. Қайтып осылай ішіне жаңағы фаршыңызды жаңағы нені салып қолдана бересіздер. Ештеңе болмайды. Бұл дұрыс па? Бұл біріншіден, негізі ең біріншіден бүкіл жеміс-жидек немесе көкөністі ең біріншіден жуған жөн. Екіншіден оны кептірген жөн. Егер де ол сулы болса, ол ертең мысалы кристалданады да, ішіндегі бүкіл дәмін бұзады, және де өзінің текстура дейді, соны бұзады. Сол үшін ең біріншіден кептіріп алу керек. Сосын мынандай целлофан қапталарға саламыз ба, әлде кәдімгі пищевая пленка дейді ма? Бұл жерде қатты алып атқан неде пленкада разница жоқ. Маңызды емесе ең бастысы жуып тазалап, жақсылап кептіріп алсақ болады, жөн болды. Және мына жерде қызанақ сақтауды, мысалы, мен көбінесе үлкен отбасы болғаннан кейін қыстыгүні запеканка жасаймыз, пицца жасаймыз. Мен осыны өзім оқырмандарыма ұсынамын. Міне осылай бірінен, бұл жерде қызанақты әрине кептірмейміз, осылай свежий күйінде сақтау үшін, осылай бір-біріне жабыспау үшін мен былай жасаймын. Міне. Осылай, міне, бір-біріне жабыспайды. Міне, мысалы осылай көрсетейін, міне осылай. Кейін уже қатқаннан кейін қыстыгүні аластарда қайтып бірінен кейін бір осылай жай алынады. Ешқандай бір-біріне жабыспайды. Бұл өте керемет лайфхак. Бұған нутрициолог не дейді?
Ең біріншіден сулы көкөністің жеміс жидектерді негізінен қатырмаған жөн деп айтады, бірақ бұл жолмен де қатыруға болады, бірақ бір ескеретін жағдай, дәмі бұзылады қатырған кезде. Қатырғаннан кейін мысалы қызанақтардың дәмі ең бірінші свежий болады, сол күйінде болмайды, бірақ егерде тамаққа қосып, уже екінші мысалы тамақтарға қосқан кезде ол болады. Әне бұларды біз салаттарға қоспаймыз. Сұрақ қойып жейін. Сулы, жеміс, көкөніс бәрін сақтауға болмайды дейсіз ғой? Иә, мысалы арбуз, мысалы неше түрлі. Неге біз оның бәрін кесіп кесеміз де мұздың ішіне мұзбен араластырып сақтаймыз, сосын ол шығады, қыста күшті болады ғой? Негізі сол сулы жеміс-жидектерді болмайды, себебі ол кристалданады, және де кристалдар ішіндегі бүкіл мысалы құрамын бұзады, жаңағы текстурасын бұзады. Қалай бұзады? Жаман болып кете ме? Иә, оның дәмі бастапқыдай болмайды. Сіз істеп жүрсіз ба солай? Иә, мен осылай мен бұл енді жаңағы дәмі ешқандай қатты айырмашылық білмеймін. Мен бұларды енді салаттарға қоспаймын, енді салатқа қоспайсың ғой свежий. Бұларды жаңа екінші тағамға, иә, ыстық тағамдарға, жаңа пицца, запеканка деп тұрмын ғой. Сол кезде мысалы қыстыгүні қызанағымыз қымбат болады ғой. Олай болады, иә. Мен тек мысалы ең бірінші күйінде дәмі болмайды деген. Иә, балғын болмайды. Әрі қарай кет. Және де тағы бір лайфхак түсім келді. Мысалы, менде осындай силиконовый формочкалар бар. Мына жерде сәл қазір уже еріп кетті. Иә, мына жерде былай ашып қарасақ, бұл бізде өте керемет лайфхак. Жаңа ыстық тағамдар болады ғой, сорпа. Мына жерде ең астында менде болгарский перец, мына жерде қазір сәл еріп тұр. Мынау болгарский перец, мына жерде бізде петрушка и помидор. Осылай үшеуін аламын да қатырып қоямын. И қыстыгүні аламын да, мына 10 ай алынады өзі. Даже тіптімнен қазір бір сутка мысалы қатырамыз ғой, қатырғаннан кейін жеке-жеке алып пакеттеге салып тастаймыз. Ол бір-біріне жабыспайды. И осылай мінекей бір данасын аламыз да сорпаға салып жібереміз. Яғни бұл жерде бізде мысалы көп әйелдер болады ғой, мысалы мынау болгарский перецті бөлек турайды, мынау укропты бөлек турайды, қызанақты бөлек, әрқайсысын бөлек-бөлек пакетке салады. И оны әрқайсынан бөлек-бөлек алып отырады тамаққа қосу үшін. А мына жерде как бы 3 в 1 десек болады. Бір-біріне жаңағы араласып кетіп, жасушалары қосылып кетіп, дәм бұзылып кетіп бірдеңе болмай ма? Жоқ, мынаны қазір мысалы мынаны тамаққа қосқан кезде, ол мысалы как приправа ретінде қосылып тұр ғой, сондықтан ол болады. Ал егер де мысалы салат, свежий күйінде жегіңіз келсе, оның дәмі бұзылады, соны айтқым келіп тұрды мен. Енді бұның бәрін біз жаңағы қыста консервіленген алғымыз келмейді. Бір жағынан теплица дейді ғой, енді жылыжайда өскен көкөністер, басқалар қымбатырақ болады, әрі дәмді болмайды. Қалай десеңіз де, алғашқы жаздағыдай, күздегідей болмайды. Соны сақтап қалу үшін, жаздың дәмін сақтап қалу үшін жасайтын әрекеттер ғой, енді олардың іші пысып жатқан жоқ. Бәрі біздің бала-шағамыздың денсаулығы, иә? Сосын мына жерде малинаны біз бұл жерде бәрі-біріне түйір-түйір болып шығу үшін міндетті түрде жақсылап жуып, тазалап, осылай мінекей жеке-жеке осыны даскаға кептіріп аламыз. Жеке-жекеңіз жетсе? Иә, әрине, енді әрине уақыт алады, бірақ дегенмен де қыстыгүні былай бір-біріне жабыспай, әдемі тұрады. Әрі кейін уже сіздер бұны тортқа да, пирогтарға әрлеуге болады. Чем қыстыгүні андай смузи осылай мінекей міндетті түрде жуып тазалау керек. Осылай жеке-жеке салып даскаға, морозилке қатырамыз. Ол қатқаннан кейін уже салфанға саламыз да, бөлек-бөлек тұратын болады. Осылай тақтаймен қатырып аламыз, бөлек-бөлек қатып қалғаннан кейін барып, сосын бірге салып тастаймыз. Бірге салып тастаймыз. Ол кезде жабыспайды. Мүлдем жабыспайды. Мәселе қайда жатыр? Ал қараңыздар, құрметті арулар. Бұл мысалы өзінің витамин, минералдарын сақтайды. Егер сіз варенье жасайтын болсаңыз, қант қосасыз, оны қайнатасыз. Мысалы, ол өзінің құрамындағы бәрі маңызды өзінің витаминдерін жоғалтып алады, ал осылай қатырған кезде ол барлығы өзінің құрамында қалады. Бұның бәрін әсіресе қыста, күн суық кезде, әсіресе ауа райы ауысып жатқан кезде, мезгіл ауысқанда біз ауыршаң боламыз, ауыра береміз. Сол кезде бір банканы ашып жіберіп, жағы осы құлпынай вареньесін, тосабын ашып жіберіп, шайға қосып жіберіп, терлеп, сөйтіп негізінде жатады. Бұл не сонда, бұл пайдасы жоқ деп жатырмын соны? Ең бірінші маңызды ол С витамині біз аламыз. Ол С витамині үлкен температурада қайнатқан кезде ол жоғалады. Сол себепті осындай қатырылған күйіндегі малинаны сіз шайға қосқаныңыз пайдалырақ болады деп айтсам. Бәрі еріп кетеді ғой ыстықтың ішінде.
жоқ, мынаның дәмі жақсырақ, кәдімгі свежий қалпында қалады да. Мен қалыпты әзіл ғой менікі. Мүмкіндігінше ситуацияға шамалы әсер ету. Не болса да енді ескі дәстүрлі тәсілді қолдайтындар да бар. Дегенмен жаңаша осы креативті, яғни саналы дейміз ғой, енді мүмкіндігінше көбірек дәруменін сақтап қалуға ұмтылатындар да бар. Мүмкіндігінше пайдалысын көрсетіп жатырмыз, құрметті көрермендер. Сіздерге, мамандар, рахмет. Енді сіздің әлі талай рецепттеріңізді студиямызда көрсетеміз деп ойлаймыз. Келесіз әлі? Сізде келесіз, бөлек тағы да ішуге болмайды, жеуге болмайды. Сүйікті тақырыбыңызбен айтпесе болмайды ғой. Құрметті көрермендер, осылай біздің жұмыс ұсынатын пайдалы ақпараттардың бүгінге берілген мөлшері осылай. Біз өздеріңізді дүйсенбі күні сағат 13-тен 10 кеткенде осы студиямызда тікелей эфирде күтеміз. Егер сіздің ұсынатын идеяларыңыз, тақырыптарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыз. Бұл өмір көркем, демалыс күндерінде жақсылыққа көбірек фокус жасауға тырысыңыз. Амандық болсын.